Құрметті қазақ елі, қазақтың жаңа жылы 22 наурыз ұлыстың ұлы күні баршаңызға құт береке, ырыс несібе, мол бақыт алып келсін. Ақтың молаятын, жарықтың ұзаратын, нұрдың молығатын, тіршіліктің жаңаратын, өмірдің жаңғыратын, пейілдің түзелетін, көңілдің кеңейтін кезеңі наурыз мейрамы құтты болсын. 18 наурыз игі істер күні. Бұл күні әр адам мүмкіндігіне келетін бір жақсы іс жасайды. Волонтерлердің қатысуымен түрлі іс-шаралар өтеді. 18 марта – День добрых дел. Игі істер күні. В этот день каждый человек по возможности делает одно доброе дело. Проходят различные мероприятия с участием волонтеров. Каждая семья подает милостыню и поминает своих предков, печет и раздает 7 щербеков. Жақсылық жасау дегеніміз тек қана адамдарға емес, қоршаған ортаны, айналаны қамқор көрсету, қайырымды болу. Егер адамдар бір-біріне жиі жақсылық жасай білсе, әрқашан да дос бауыр болады. Бір-бірін сыйлап жүреді. День добрых дел – это международное событие, которое объединяет людей из более чем 100 стран в стремлении делать добрые дела во благо других людей и планеты. В честь Наурыза наш класс участвует в акции «День добрых дел». И сегодня мы пришли почистить территорию заслуженного учителя, пенсионера нашей школы Марии Имановны. Ребята, молодцы, подойдите сюда ближе. Молодцы, девочки, мальчики, хорошо поработали. Спасибо большое, что вы не забыли меня. Вот пришли мне помочь, хотя у меня своих помощников хватает. Но спасибо, это просто, знаете, внимание. Это внимание. Пусть День добрых дел останется не просто днем, а принципом жизни. Помогать, дарить тепло, радость и улыбку ближним. Ведь без милосердия невозможно жить в мире. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, бақыт әкелсін.